Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Біздің келесі ұсынып отқан тақырыбымыз планиметрияның маңызды бөлімі шеңбер. Шеңберге қатысты формулаларды, қасиеттерді біз жеке-жеке мысалдар бойынша әрқайсысына тоқталып түсіндіретін боламыз. Сонымен алғашқы мысал. Біз бірінші мысалдан бастап есептің оңай түрінен өте күрделі түріне дейін шығаратын боламыз. Сондықтан бірінші мысалдың өзінен өте мұқият тыңдауларыңызға кеңес береміз. Сонымен алғашқы мысал есептің берілгені. Шеңбердің ұзындығы 20 метр болса, дөңгелектің ауданын табыңыз. Яғни бұл өте қарапайым есептер осылай басталады. Шеңбердің ұзындығының формуласын біз жақсы білеміз деп ойлаймын. L тең 2πr. Осы бізде 20 метр деп берілген. Осы жерден біз радиусты тауып аламыз. Яғни 2 мен 20-ны қысқартсақ 10 болады. Сосын пиді бөліп жібереміз 10-ға. Яғни r тең 10 бөлінген пи. Бізден дөңгелектің ауданын сұраған. Ауданның формуласы S тең пи r квадрат. Осы жерден қоятын болсақ орнына пи көбейтілген r квадрат, яғни 100 бөлінген пи квадрат. Пи мен пи біреу қысқарады, сонымен есептің жауабы 100 бөлінген пи. 9-шы мысал. Радиусы r-ге тең, ал доғасы 30 градусты қамтитын дөңгелек сегмент ауданын табыңыз. Сегмент дегеніміз не? Бірінші берілген сызып алайық. Мынау бізде радиус 30 градусты қамтитын центрлік бұрыш, мынау доға. Енді сегмент дегеніміз мына екі радиустық үшін қосатын болсақ, мына пайда болған бөліктің аты сегмент деп аталады. Осы 30 градусты қамтып тұрған. Сонымен бізге сол сегменттің ауданын табу керек. Бізде формуласы берілген, бірақ оның формуласын жаттағаннан гөрі түсініп алған дұрысырақ болады. Бірінші біз мына сектордың ауданын тауып алсақ болады. Сектор дегеніміз мынаның барлығын қамтып тұрған бөлік. Сонымен бірінші сектордың ауданын тауып аламыз. Сектордың ауданы біз білетін формуласы пи r квадрат альфа бөлінген 360 градус. Тең пи r-дің өзі r-ге тең, r квадрат, альфа бізде 30 градус, бөлінген 360. Сонымен мына екеуін қысқартсақ, пи r квадрат, 30 бен 360 қысқарып, бізде 12-ні береді. Сонымен біз сектордың ауданын таптық. Енді бізге мына үшбұрыштың ауданын алып тастайтын болсақ, сектордан мына сегменттің ауданы пайда болады. Яғни бірінші үшбұрыштың ауданын табатын болсақ, мына бір қабырғасы, екі қабырғасы арасындағы бұрыштың синусы арқылы, яғни 2-ден 1 r квадрат болады, екеуін көбейтсек, арасындағы бұрыштың синусы 30 градус, ол тағы да 2-ден 1. Сонымен r квадрат бөлінген 4. Енді сегменттің ауданын тапсақ болады. Сегменттің ауданы сектордың ауданынан пи r квадраттан, r квадрат бөлінген 12-ден азайтамыз, табылған үшбұрыштың ауданы r квадрат бөлінген 4-ті. Сонымен енді r квадратты жақшының сыртына шығарып жіберсек болады. Бірден. Сонымен ішінде бізде қалатыны 12 және 4 ортақ бөлім бере салайық. Ортақ бөлім берсек, 12-нің өзі мынаған 3 береміз. Сонда бізде r квадрат жақшының сыртына шығып кетті. Мына пиге ештеңе бермейміз, яғни пидің өзі азайтылған, мына жерде 3 қалады. Есептің жауабы. 18-ші мысал. АБ және СД хордалары Е нүктесінде қиылысады. АЕ 8, БЕ 4, СЕ 2 болса, ені табыңыз. Дәл алдындағыдай мысал. АБ және СД хордалары Е нүктесінде қиылысады. АЕ 8, БЕ 4, СЕ 2, мынау белгісіз. Бізде қасиет бар. АЕ-ні, яғни 8-ді көбейтеміз 4-ге. Тең болу керек, 2-ні көбейтеміз x-ке. Сонымен, мына екеуін көбейтсек 32, 32-ні 2-ге бөліп жібереміз. X тең 16, есептің жауабы. 23-ші мысал. Шеңбердің бір нүктесінен ұзындықтары 9 см және 17 см-ге тең екі хорда жүргізілген. Осы хордалардың орталарының арақашықтығы 5 см-ге тең, дөңгелектің ауданын табыңыз. Хордалар жүргізіп алайық. 9 см деген, мысалы, мынау болсын, 17 см, оның ұзындығы болады кішкене.
мысалы мынау болсын, екі қорда. Мынау 9, мынау 17. Енді бізге мына екеуінің орталарын қосатын кесіндіні берген 5 дейді. Енді мынаменен қосып жіберсек, бізде мынау үшбұрышқа сырттай сызған шеңбер болып тұр. Ал мына орталарын қосқаннан кейін, яғни бұл орта сызық, демек мынау 10-ға тең. Сонда бізде үшбұрыштың үш қабырғасы белгілі, оған сырттай сызған шеңбердің радиусын таба аламыз. Формуласы R тең ABC бөлінген 4S. Енді бірінші ауданын Георон формуласы арқылы тауып аламыз. S тең түп расында жарты периметр тауып аламыз. Бірінші 10-ға 17, 27, 9 қоссақ 36, 2-ге бөлеміз. 18-ден 18-ден 17-ні азайтамыз 1, 10-ды азайтамыз 8, 9-ды азайтамыз 9. Бұл жерден түп расына бәрін алып шығатын болсақ, бізде шығатыны 36 ауданы. Енді бізге радиус керек. Радиус тауып алайық. Тең ABC, яғни 10 көбейтілген 17 көбейтілген 9 бөлінген 4 көбейтілген 36. Енді осы жерден мына екеуі қысқарады, бізде 4 қалады. Тағы мына 10 мен қысқартып жіберсек болады 2 мен. Сонда үстінде қалатыны 5 қалады. Мына жерде 5-ке 17-ні көбейтеміз. 85, астында 8. Бұл бізде шеңбердің радиусы. Бізден дөңгелектің ауданы, яғни шеңбердің ауданы сұраған. Аудан тең пи r квадрат формуласы. Енді пи, мынаны квадраттасақ 85-дің квадраты 72,25, 72-де 25, 8-дің квадраты 64. Демек есептің жауабы пи сантиметр квадрат. 29-шы мысал. MAB және MCD бір шеңбердің екі қиюшысы, ABCD шеңбер бойында жатқан нүктелер. Егер MB 10, MD 15, CD мен MA тең болса, онда CD-ны табыңыз дейді. Біз екі қиюшы жүргізейік. Бізде M деген нүктеден бір қиюшы жүрген, AB, MAB деген қиюшы, және осы нүктеден тағы да бір қиюшы, MCD. Енді бізге берілгені MB 10 жалпысы, яғни бізде MB-ны 10 десек, жерге жазып болса 10 деп. MA, на жер X бізде белгісіз. MA X болсын, CD-ға тең дейді. На жерде X деп алайық, онда екеуі тең. Және MD 15. MD бізде 15-ке тең. Ондай болса, CD-ны табыңыз дейді. Бұл жерде біз қиюшылардың қасиетін қолданамыз. Яғни MA X көбейтілген MB 10 тең MC. MC-нің біз қанша екенін білмейміз. Бірақ бізде мына жалпысы 15, мына жер X болса, онда MC бізде 15 минус X деген сөз. MC 15 минус X көбейтілген MD. MD бізде 15. Екеуін қысқартатын болсақ, 2X тең болады. Мынау 3 болады. 3-ке көбейтеміз 45 болады. 3 минус 3X. 3X мына жаққа плюс болып баратын болса, 5X тең 45. Демек, X тең 9. Бізден CD-ны сұраған есептің жауабы. 37-ші мысал. Центрі O және радиус 8 см шеңбердің M нүктесі арқылы AM және BM жанамалар жүргізілген. A және B жанайтын нүктелер. AOB бұрышы 120 градус болса, ABM үш бұрышының периметрін тап дейді. Енді біз бұл жерден мынандай жанама жүргіземіз. M нүктесі арқылы. Жерден бір жанама жүргізейік. Және тура осындай тағы бір жанама жүргіземіз. A және B жанамалары. Енді бізде центрі мынау. Центрмен қосайық. O нүктесі. Бұлай болсын. Жанамалған екен 90 болады. Бұлай қосамыз, мына жер 90. AOB бұрышы 120 градус дейді. Енді біз мынаны қазір қосып жіберсек, тура ортасынан барады. Сонда мына жер 60 градус болып қалады. Мына жерде 60 градус. Радиусы 8 деген бізде. Мынау 8-ге тең. Енді мына жер 60 болса, демек мына жер 30 градус деген сөз. 30 градусқа қарсы жатқан қабырға гипотенузаның жартысына тең. Сонда гипотенуза бізде
16 болады. Ал 60 градусқа қарсы жатқан қабырғаны табу үшін мынаны түбірас 3-ке көбейте салсақ болады. 8 түбірас 3 болады. Демек, мынауда 8 түбірас 3 деген сөз. Бізге А, Б, М деген үш бұрыштың периметрін табу керек, ол үшін бізге мынаудай керек. Мына қабырға керек. Оны мына жерден таба аламыз. Мына жер 30 градус болса, 30 градусқа қарсы жатқан қабырға, мынау гипотенузаның жартысына тең, демек мына жер 4. 4 болса, мына 60 градусқа қарсы жатқан қабырғаны табу үшін мынаны 4-ті түбірас 3-ке көбейтсе шығады. 4 түбірас 3. Демек, мына жерде 4 түбірас 3 деген сөз. Сонымен барлық қабырғалар табылды, енді периметрін табысамыз. Тең 8 түбірас 3, 8 түбірас 3 екенін қоссақ 16 түбірас 3. Мына қабырғасы бұл 8 түбірас 3 екен. Яғни бізде мынау тең қабырғалы үшбұрыш қалды. 24 түбірасты 3 есептің жауабы.